Енді бірінші күні біз теория жағынан жаңағы жаңартылған оқу мазмұны бойынша оқу бағдарламасын, жоспарларды жазу, дескриптор құру деген сияқты көптеген мәліметтер бойынша өзіміздің білімдерімізді жетілдіріп толықтырдық. Енді сабақ жоспарын құрдық деген сияқты қысқа мерзімді. Екінші күні сол қысқа мерзімді құрған жоспарларымыз бойынша оның барлығын практикалық түрде спортзалда сабақ өткіздік. 3-4 мұғалім барлық ұстаздар өздерінің білген жаңағы қолданылатын әдіс-тәсілдері жайлы пікірлерін айтып, әдіс-тәсілдерін көрсетіп бөлісті. Барлығы өте тамаша, жақсы өтті. Семинар соңында барлық қатысқан дене шынықтыру мұғалімдеріне осындай сертификаттар берілді. Жақсы, енді осы Назарбаев зияткерлік мектебінің дене шынықтыру пән мұғалімдеріне жұмыстарына жеміс тілеймін. Әрқашанда осындай жоғарғы биіктерден жақсы тәжірибелермен бөлісіп жүре беріңіздер. Рахмет.